Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дүйсенбай Тұрғанов қаладағы бірқатар нысандарды аралап, қысқы маусымға дайындық жұмыстарымен танысты. Аралық жұмыстарын алдымен Атырау жылу электр орталығынан бастаған халық қалаулысы жылу беру қазандығының қысқа дайындық жұмысын бақылап, қауіпсіздікті әркез назарда ұстауды тапсырды. Тұрғындардың қысқы мезгілде жылумен қамтылуы бірінші кезекте болуы керектігін ескертіп, одан соң Кегок, Атырау жарық мекемелерінің жұмыстарымен де танысты. Жағдайды көзбен көрген Дүйсенбай Тұрғанов мекеме жұмыстарын жоғары бағалап, алдағы уақытта да осы бағыттағы жұмыстарды жүйелі жүргізу қажет екенін айтты. Өңірлерге келіп, қыс мезгіліндегі энергетика жылу объектілеріне көңіл аударып, неге десеңіз, мына осыдан 1-2 жыл болған апатты жағдайлар, екібастұздағы, Риддердегі, басқа бір неше қалаларда болған жағдай қайталанбасын деп, одан кейін дайындық жұмыстарын бақылау, тексеру мақсатымен электр орталығында болдық. Сол жұмысын қарап, негізінде қазіргі кезде жылумен ешқандай бір күрделі деп қояйын, проблема жоқ дей тұрып, резервтер бар. Жылу қазандықтары өзінің деген деңгейінде, қазіргі мына өзінің деген режимдерінде дұрыс жұмыс жасап жатыр. Қазір жылу желілер мекемесінде де болып қарадық, сол параметрларды тексердік. Қандай температурамен жылуды алып атқаны, таратып атқаны, апаттық жағдай бар ма жоқ па екен, жалпы деген қысқа дайындықтары жақсы екен көрінді. Тұрғындарға ешқандай осы бір қыс бойы проблемалар болмайды деп ойлап отырмыз. Одан бөлек халық қалаулысы батыс өңірінің электр желілерін нығайту мақсатында жаңа электр желілері іске қосылған және осылайша түйткілді мәселе шешімін тапқан жеткізді. Себебі Маңғыстау мен Атыраудағы тұтынушыларды тұрақты энергия қуатымен қамтамасыз ететін Батыс Қазақстан энергетикалық торабы Атырау Маңғыстау бағытындағы 5 желіні Кегок мекемесі салған болатын. Оның үстіне қазіргі кезде енді мына Кегок мекемесінде болдық. Қазір мына Атырау жарық мекемесінде осындай бір жиналыс әріптестерімізбен кездесіп, былтырғы мына қысқа дайындық жұмыстарын тағы да зерттеп, қарап, жақсы дайындықтарын көріп отырмын, көзім жетіп отыр. Оның үстіне деген үлкен бір жақсы бір жобаны деген Кегок мекемесі іске асырған еді. Осы жылдың аяғында сондықтан деген қазіргі мына Маектағы энергоблоктар істен шығып жатса да, ешқандай алдыңғы жыл қандай жағдай болды. Свет өшіп, осындай бір апаттық жағдай болды ғой. Қазіргі кезде сондай бір жағдай болмауға бүкіл мына осы жобаның арқасында жақсы бір нәтижесін көрсетті. Халық қалаулысының жұмыс сапары одан әрі Құрманғазы, Мақат, Қызылқоға аудандарында жалғасады. Сондай-ақ желтоқсан айында орын алған су мәселесіне қатысты проблемалардың шешімімен танысып, Атырау су арнасы мекемесіне баруды да жоспарлап отыр.